5 айдың 29-ы кие байлау. Тоқта, ноқта шығайды. Алдыңызда, бер жағыңызда, астыңызда. Мына ма? Мынаның несі қайда? Мұнда жақындап кеп тұр. Молодец, Нұрбек Чалмашы. Блогер. Универсал жігіт. Чыңғымайды екен. Тұрмаса шымды болыңыз, жылын ат болды. Әне. Тоқта түсімен басыр болықты. Жаңағыдай. Не дақпырат. Не дақпырат. Қандақ еркек қолын ба? Қорғашы қол. Жаңағы еркек бұл қорғашы ма? Жаңағы еркек. Еркек ба? Еркек. Çık gitmesin. Bir dur. Hadi. Қайдан бар? Соғысын тең қылып жібересің, анда ортасына келеді сол кезде. Жоқ, шешпей қақ. Мына жағынан тең қылып жібересің. Мына кейін есіп қалды ғой. От шеш. Мынау былай ғой. Тең ортасына сол түйін жасап. Байсаған ғой. Несін төмен жібер. Бір қысқа болуға қойма. Дұрыс болды ғой андағыңыз. Ана шешіп салу ғой. Былай болып болды ғой. Кейін оны тең қылсаң. Мына түйіншекті мына жерге келші. Ана жағын ұзап келесің. О, болды. Sen traktör emesi değil mi? Bayrattınız mı diye oldu işte. Bas tarla, takanca. Boyunda yıkılmasın. Болды. Енді қайда барасың? Енді боласың ба, бұнда боласың ба өзің? Сауалдық жоқ қой мынада. Сауалдық не байламаға сен бек. Ана ноқтадан ұстап. Ноқтадан ақырын ұстап бар. Қолын жуас екен. Сипала. Әй, сипала. Бір не керек екен сағалдақ. Ey canavar. Ne canavar? Hey!
болсын. Ассалаумағалейкум достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз қалай? Міне бұйырса биені байлап, қымызды ішіп жатырмыз. Балғымыз 2 есе ішесің, болды. Бастан тегет сірасы. Керемет қымыз сондай. Осылай достар, биені қораға байлап. Міне, мынау былтыр емес, алдыңғы жылы үйреткен бием. Қоңыр бие, асау өзі. Біраз мінезі бар. Емшегі жақсы, бірақ салалы өте. Көп саласың тура. Қолыны жатыр. Құлындарды бірінші күні желге байладым далаға. 3 сауып қоя бердім. Содан кейін мойындары созылып қалды құлындардың. Көкшөпке. Содан енді қазір 2-ші күннен бастап, міне бүгін бұларға 4-ші күн ба сондай қойдым. Осындай қазықтың түріне байлап қойдым. Жел сияқты жатады осында. Салқын әмбе. Күн жоқ, көлеңке. 3 рет сауам күніне. 3 сауғанға биелер жайылмаса да шыдайды. Түнімен жайылады. Кейін таман күн ысығаннан кейін далаға жіберетін боламын. Мына өлшіндер түсіп жатыр мына биенің. Міне бір қолын мына жерге байлап қойдым. Шешесі жанында тұрады. 2 қолымды мына жаққа байлап қойдым міне. Құлпарлар. Мінекей осы жерде тұрады бұлар. Кейін таман. Кейін бір аптадан кейін ба 10 күннен кейін әбден құлындар жуасыған кезде осы қораға бөліп кіргізіп қоям, биелер осы жерде тұра береді. 4 бие сауып отырғаным, 4-еуі де күнделенеді. Күнде жіппенен. Бұл алдыңғы жылы сауылып, бұл иелер былтыр сауылмай қалған биелер болатын. Дала деген жайма шуақ, жаздың мамыражай күндері. Қора деген батпақ. Бүгін маусым айының 3-і, 6-шы айдың 3-і. Бүгін бұйырса енді 5-ші бие туды. 6-шы бие ма, 7-ші бие. Бірақ сауылатын 5 бие, 5-ші бие сауылатын. Асау бие, оны да кейін қазір түсіріп көрсетем. Оны үйретемін бұйырса. Оны жеке видео қылып, контент қылып шығаратын боламын. Яғни бұл және де айтатын достар, биені сауған кезде алғашқы рет. Көктемнің жаздың болсын бие бау деп аталады. Қазақтың дәстүрі бойынша бие бау. Бие бауда осы жерде көрші-көлең жиналып бәріміз соғымнан қыстан қалған сүретті алып ұнға сақталған, соны асып жеп, қымызды ішіп, сондай бір бие байладық деген бір бас қосып мейрамдату былайша айтқанда. Соны бие бау деп аталады. Бие баудан өтіп кеттік. Және де тағы бір айтатын дәстүр бар, бұл құлын туған кезде, бие туған кезде көтен дейді, көтен же дейді. Яғни құлынның туғанын былайша айтқанда қуаныш, соны өзін соғымның көтенін, құйымшағын, яғни жеке қыстан алып қалады да, соны асып жейді. Оны да өзінше бір мереке, былайша айтқанда құлынның басы, төлдің басы деп ырымдап, бәрі жақсы болсын дегендей, сондай бір дәстүрді ұстанады қазақ. Солай достар, менің саумалым міне бұйырса 4 бием бір сауғанда 4-4,5 литр сүт беріп жатыр. 4-4,5, және бір бием дұрыс болмай қалды да бере алмай қалды дұрыс. Мынау сауып жатқан саумалым бұйырса міне 1,5-2 сағатта бір рет сауамын. Мына шелек 5,5 литрлік селек. Қазір ішінде 4 литр сүт бар. 4,5 литрға нан толтырып алам. Көп бетімен бет. Жаңа мына бие дұрыс, қолына дұрыс болмай қалды да, сүт бермей қалды. Мынандай орамалмен қолды сүртіп алып, барып бірақ сулы трәпкі, сонымен бірақ жаңағыдай биен сауамыз. Биен сауатын да өте, оны да бөлек түсіп көрсететін боламын достар.